Бәріңе сәлем, достар. Бүгін біз Brookhaven'да не істейміз? Бүгін біз өзімізге қыз іздейтін боламыз. Так, ол үшін бізге үй қажет. Қазір өзіме үй таңдап алайын. Так, міне үлкен үй болады қазір менде. Ух ты, қандай күшті үй шықты. Үй дайын болса, біз дайын, ендеше кеттік. Қазір қыз іздейтін боламыз. Қызық, қазір маған қандай қыз келеді екен? Және де ол маған қандай қыз болады екен? Барлығымыз бірге көретін боламыз. Айтпақшы, достар, біз 400-ге жеттік, енді 500-ге жеткізіп тастайық. Так, ендеше қазір өзімізге қыз іздейміз. Ищу доча, пиши я. Ищу доча, пиши я. Так, достар, қызық, қазір қандай қыз келеді екен бізге? Барлығымыз бірге көретін боламыз. 34-ші үй деп жазып жібердім, ендеше күтейік. Анда қарайым жоқ, мында қарайым жоқ, сені іздеймін, үмітті үзбеймін деп тұрса, мында көршіге де көзім түсіп кеткен ғой. Міне, достар, менің қызым келді, давай так, жақынырақ танысып алайын. Өзі де, көзі де сұлу, жанарың оттай жанып, жүрегімде шоқтай болып деп өлең айтып кетсең, Ема, достар, қазақша өлеңді жіберіп тұрсам, чо дейді ғой маған қарап тұрып. Как тебя зовут? Меня зовут Анеля. А чё у тебя скин, как у меня? Ой, доченька, Сарамастенька, Анелёк моя. Это же тренд. Мә, достар, бүкіл орысшамды шашып, не айтам деп тұрсам, өзгертшеш дейді ғой, қарағым-ау, Сарамастен, бағандан бері қазақша сөйлемейсің ба? Танысып алдық. Сарамастенка, кеттік, давай ендеше ойынды бастаймыз. Вау, мам, но қандай күшті үй. Таң қалып тұрмын, көрген де арманда, көрмеген де арманда. Үйің деген үлкен ғой сенің. Ендеше кеттік, үйді көрсетейін мен саған деп айтайын деп жатсам, бұл менің алдыма түсіп алып, мен таныстырайын деп жүр ғой өзімнің үйіммен. Кеттік, ендеше давай артынан ере берейік, қайда барады екен. Үйді таныстырайын деп жүр ғой маған. Мені күтіп жүр ғой еще мынау, достар. Мама, біз қазір не істейміз? Сен айтпадың ғой? Сарамастенка моя. Кеттік, давай енді отырып әңгімелеспейміз ба? Жарайды, мам, күте тұршы. Вау, мында бассейн. Үйің шынымен де күшті екен, мам. Саған қыз болғаным қандай жақсы болды. Как будто бір Дубайда жүргендей сезініп жүрмін өзімді. Тағы да суға түсіп алайыншы. Бұл деп. Мына қызда судан шықпайтын сияқты ғой енді, достар. Не істейміз? Так, кеттік. Бөлме аралайын деп жатыр ғой бұл. Ой, ё-моё, артынан ереміз, давай кеттік. Жүр, давай, қалып баратырмыз. Сармастен қайда кетті? Ема, достар, мынау потолок болды ғой, мынау мен қызым. Нешеде өзі? Бір бой жеткен қыз сияқты түріне қарасаң, бірақ ё-моё, мынау маған әбден еркелейін деп тұр, Мам, мен осылай күніне 2 мезгіл азанда және кешке ыстық сүт ішкенді жақсы көремін. Жарайды, қызым, кеттік ендеше, мен сен бөлмеңді көрсетейін. Мен көрсетем дегенше қызым менен бұрын кетіп қалған ғой. Мына үйді даже мен өзім де білмеймін, ішінде не бар екенін, қандай бөлме екенін. Давай, так, кеттік, кете берейік, артынан ерейік, қайда барады екен. Сары қызы, дәрі қызы, ән қызы, сән қызы. Міне, бұл сенің комнатаң. Өзіңнің жеке кроватың, шкафың барлығы орналасқан. Міне, сен осында тұратын боласың. Ой, қойшы, маған ұнамайды, қыздарский дизайнмен жасамайсың ба? Кішкене бір розовый цветтерді қосып. Ой, достар, мына Сарымастен біздің үйімізді өзімізде енді көріп тұрғанымыз қайдан білсін, Жарайды, шықшы, мам, мен демаламын, мен шаршап тұрмын. Бутылкасын маған беріп кеткені қалай кетті, примерно өзің жу деп тұр ғой. Достар, негізі бұлай болмайды, аналарыңа көмектесіңдер. Аналарың сендерді сондай жақсы көреді. Кеттік, доча, мен саған жуынатын бөлмеңді көрсетейін. Мам, жарайды, мен бөлмемді безендіргім келіп тұр, безендіріп алайыншы, бара берші, өзім қараймын сосын. Сарымастен, доченька, келе ғой міне көрсетейін.
Мынау қол жуатын жерің. Қосқан кезде абайлайсың ғой, ыстық суды ашып, қолыңды күйдіріп алма. Ал мұнда сенің жеке гардеробың бар. Жарайды, мам, уайымдамашы, барлығын өзім реттеп аламын. Так, достар, үйге біреу келген сияқты. Қумашиш, мам, мынау джакузи ғой. Сен шатасырдың. Ай, достар, қол жуатын мұнда тұр екен ғой. Жарайды, ештеңе етпейді, ондай-мұндай ханыңда қызында болып тұрады. Мам, қандай күшті, я? Сердечкамды жағып қойып, жерге гүлдерді шашып жібердім да, осылай джакузида жатан. Қандай күшті, рахмет саған, мам. Мен кеттім. Так, достар, кеттік, ендеше бөлмеден шығайық. Сары қыз сары мәстен демалсын. Мам, қарашы, мен бөлмені қандай күшті етіп әсемдеп жатырмын. Так, мұнда мен гүл қоямын. Роза гүлдерді сондай жақсы көрем. Қандай күшті емес па? Иә, қызым, бақ, қандай ғажап иіс, шат деп өлең айтып кетсең, хотя ол гүлдің иісі де шығып тұрған жоқ қой негізі. Айта берейік, күшті екен иісі, қызым, молодец. Мам, мен боянатын заттарым азайып тұр. Тағы да басқаларын алу керек еді. Мен кеттім. Мам, маған ақша берші, кішкене қыдырып, боянатын заттарымды алып келейін. Азайып қалды дейсің ба? Сенің боянатын заттарың менен көп қой, қызым. Мам, өтінем, ақша берші маған. Бірінші қыздармен демалып қайтамын, содан кейін мүмкін уақыт болса, тағы да кафеге барып пицца жеп қайтамыз. Уақыт болып жатса, мүмкін киноға да барып қаламыз. Сол үшін маған кішкене көбірек ақша берші, мам. Так, достар, мына жерден қазір тауып алайық. Міне бастым. Ой, өзім туғам, сары қызым менің, әнім жаным, күнім менің. Қазір мен саған ақша берем, күте тұр. Мына жерден басып алайын. Мам, шынымен барлығын ақша берейін деп жатырсың ба? Иә, қызым, қазір мен саған барлығын ақша беремін. Иә, қызым, қазір мен саған керегіңе ақшаңды берейін, бірақ сен көшеде абайлап жүр. Танымайтын адамдармен сөйлеспе. Үйге де тез келуге тырысасың ғой. Қазір міне ақшамды тауып алайын. Міне ақша бердік, достар. Қызымызды жіберейік. Иә, мені жарылқашы, мам. Ақша берші, аяшы мені. Сары мәстенің таппайтыны жоқ екен, достар. Мені жарылқашы, аяшы, ақша берші. Анашым, айым, күнім, жаным, сәнім, әлемнің жарығы деп бәрін айтып отыр ғой. Ма, қызым, енді ақшаны ала ғой. Абайлап жүр. Айдай сұлу анашым менің, сені жақсы көремін ғой. Рахмет көп-көп, мен кеттім. Өзіңе абай бол, жолда абайлап жүр, қызым. Үйге ертерек келуге тырыс, жолың болсын. Мә, сөйтсе қызы шығып кеткен дейсің ғой. Қайда сөйлеп жатырмын десей. Достар, общем, есіктің алдында да жоқ екен. Білмеймін. Сары мәстен действительно бір пысық қыз екен. Тез шығып кетті. Жарайды, қыздармен қыдырып келсін. Оған дейін мен оған тірлік дайындап қояйын да, кішкене жұмсап көрейінші, осы қалай жасайды екен жұмысты. Так, ендеше кеттік кухняға барайық. Енді кухня дегенде бізде көріп тұрғандарындай кухня студия ғой. Үлкен үйдегі кухня студия. Сары мәстенге жинайтындай етіп мына жерді шашып тастаймын қазір. Так, не бар екен? Корзинаны ашамын. Так. Бір тамақтар, или бір жуатын ыдыстар деген сияқты. Қазір барлығын қойып қоятын боламын. Іздейміз, давай тезірек. Так, осы жерлерде болу керек сияқты еді. Міне таптым. Так, мына жерге қойып тастаймыз, шашып тастаймыз мына жерді. Қазір сары мәстен барлығын жинайтын болады. Ема, достар, мына жақта сары мәстенді көрдіңдер ма? Жалғыз келмепті. Қазір келе жатырмын. Жарайды, енді қызым ғой, есік ашып жіберейік. Кіммен келді екен көрейік, мүмкін досы болар, сыныптасы болар. Мам,
Бұл менің жігітім. Есікті ашшы, кірейікші үйге. Сәлеметсіз бе? Мына қыз сізге тәте. Мам, келсеңші, таныстырайын да. Бұл менің жігітім. Оның аты Иван. Танысып қойыңыз, мам. Мә, бақ, қандай ғажап иіс. Әлем болып жатыр ғой, мам. Тамақ дайын ба? Тамақ істеп қойғансыз ба? Жоқ, тамақ жасамадым. Кешеден қалған тамақ бар ғой, соны жылытып жей саламыз. Қалай ойлайсыңдар, достар? Қандай тамақ жейміз қазір? Мен даже өзім де білмеймін. Так, не тамақ қойдым екен мына жерге? Ура! Ой, қызым, қойшы, қайдағы ура? Мына газдың бетін, кухонный шкафты барлығын сүрте салшы. Кірлеп кетіпті. Қойшы, мам, мен шаршап тұр, мен қыдырып келдім. Не? Мына газдың да бетін жуу керек па? Достар, қалай ойлайсыңдар? Мына сармастеннің айтып жатқаны дұрыс па, бұрыс па? Жаза кетіңдер. Міндетті түрде оқитын боламын. Айтпақшы, мам, папа қайда? Папаның командировкасы тағы да ұзарыпты ғой. Әзір келмейтін болды. Уақытта әзірге белгісіз. Бармысың, бауырым, деп мына сармастенің жігітін бір қарап қояйық. Біреу оған тамаққа бар дегенде отырып алыпты ғой столдың басына. Жан, плиз, қарным ашып кетті, бірдеңе жеп алайықшы. Айттым мен саған кафеде тамақ ішіп ал деп. Жарайды, қазір мен саған бургер әкеле саламын. Иә, сөйлесіп алыңдар, қазір мен мына жерін барлығын шашып тастайын, сосын сендер жинайтын боласыңдар. Так, ендеше кеттік. Мен корзинам қайда еді? Қайтадан ыдыстар, тамақтар барлығын шашайық мына жерге. Так, бургер. Ой, жоқ, бургер бермейміз. Қойшы. Так. Жарайды, қызым. Сөйлесіп болсаңдар кухняны жинай саларсың. Мен барып демалмасам, шаршап кеттім. Кішкене отырып теледидар қарамасам. Қазір, достар, біз сармастенге мына жердің барлығын шашып кетеміз. Өзі жинайтын болады. Так, мына жерде қасықтар, міне қасықтарды шашамыз, ыдыстарды шашамыз. Достар, мында артта да қалып кетті. Так, қазір міне осы жерге де шашамыз. Гонжа, давай шаша бер бәрін. Қасықтарын шығарса жаңағы. Вот, міне. Қызым, міне осы кухняны жинай саларсың. Сосын демала берсең болады. Мам, негізі мен де шаршап тұрмын. Көп жаяу жүрген сияқтымын. Жаяу жүресің ба, жүрмейсің ба, оны өзің білесің. Сармастен, қал. Мен отырып теледидар қарайын. Той, мұнда ыдыстар көп қой, мам. Қойшы, бір демалып алып, сосын кешке қарай жуа салайыншы. Тірліктер қашып кетпес, одан да демалып алайыншы, шаршадым мен. Жоқ, қызым, кешке қалдырма. Достар, қалай ойлайсыңдар? Сармастен кухняны жинай ма екен, әлде жинамай ма екен? Ой, мам, мен кетсем үйден. Қойшы, қызым, қыдырып келдің ғой, қайдағы шаршау? Қыдырғаннан адам демалмай ма екен? Жарайды, мам, жинап қоям. Бірақ мен қазір қыдырып келейінші. Достар, мына қыз қайтадан жылап жатыр. Так, мына жерде білмеймін не айтып жатыр екен. Мен шаршап тұрмын, мен қыдырғым кеп тұр. Принцесса моя, не болып қалды? Не болып жатыр, тәте? Неге жылап жатырсыздар? Не істесем екен, кешірсем бе екен, кешпесем бе екен деген музыканы жіберу керек қой, примерно. Жарайды, мам, рахмет саған. Қыдырып келген соң жуып қоямын. Достар, сармастен ақыры жуған жоқ, өзіме қалды. Так, мына жерде... Ой, жоқ, мінбе ол жерге, тұра тұр. Қазір мына жерде дүрбі бар еді ғой, дүрбімен қарайтын боламыз. Әне, достар, көріп тұрсыңдар ма? Кетіп бара жатыр екеуі. Қазір рюкзактан дүрбіні тауып алайын, екеуін қарайтын боламыз. Дүрбіні таптық, достар. Так. Мына екеуі қайда кеткен еді? Так. Қазір ұста дүрбіні, давай. Бұрып алайық. Ыңғайланып тұрып аламыз қазір, достар. Әне, көріне бастады.
Опа, Gangnam Style, хоп деп билеп жатыр ғой, примерно мына жақта. Бірақ негізі күшті билейді екен биді. Биді қатырады екен. Ой, достар. Мен секіріп кеттім ғой деймін, что-то жерге қарай түсіп кетті ғой. Так, тұра тұр. Опа, тағы да түсіп кеттік. Жарайды, ештеңе етпес. Біз зато қазір жақыннан қарайтын боламыз. Мен сармастен не істеп жатыр екен? Мама фу дейді, достар. Олай жазуға бола ма екен? Мына бала 8 қырлы 1 сырлы екен, өзі күшті билеп қояды екен. Достар, сендер сармастеннің іс-әрекеттеріне қандай баға бересіңдер? Комментарияға жаза кетіңдер, міндетті түрде оқимын. Осымен біздің ойынымыз аяқталды. Сау болыңдар.